Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай стиральный машинаны, Samsung стиральный машинаны тазалайтын боламыз. Қақтан тазалайтын боламыз. Видеоны ақырына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Еңбегімді бағалап. Осындай болып кеткен қақты тазалайтын боламыз. Стиральный машинаның ішіндегі жиналып қалған қақтарды тазалайтын боламыз. Міне біраз уақыттан бері тазаланбағаннан кейін осындай қақ болып қалған. Біз осыны тап-таза қылып тазалайтын боламыз. Жуып тазалап. Барабанның ішіндегі қақтарды тазалайтын боламыз. Стиральный машиналарыңызды тазалап тұрмасаңыздар, осындай қақ болып қалады. Міндетті түрде осындай астыңғы жақтағы осындай бөліктерін тазалап тұрыңыздар, өйткені ішкі жағына барлық мусордың бәрі осы жерге жинайды. Көріп тұрғандарыңыздай осындай қақ жиналып қалған. Жақсылап сүртіп тазалап алатын боламыз іштерінде. Тазалап алдым, жақсылап. Енді барабанын тазалайтын боламын. Менде осындай лимоновый кислота. Енді ішіндегі қақтарын тазалап аламыз осының көмегімен. Қосып градусниігін 64-ге қойдым. Егер одан да жоғарыға қойсаңыздар болады. Енді айналдырып аламыз, осыны жақсылап. Енді ішіндегі қақтарын тазалап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ішіндегі қақтарды да тазалап жатыр. Кір болып, резинасындағы қақтардың бәрін осындай қап-қара су болып шығып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай осындай қақ жұмсап трапканың көмегімен кетіп жатыр.
Үстіп резиналарын араларын жақсылап сүртіп тазалап алыңыздар. Осы лимонный кислотамен жуғаннан кейін шаң барлығы осы жерге тұрады. Осы тряпканың көмегімен тазалап алдым. Тап-таза айнадай болып шығады іші. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпағайсыздар. Еңбегімді бағалап алдын ала көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар. Менімен болғандарыңызға. Міне көріп тұрғандарыңыздай тап-таза болып шықты. Қақтан барлығы